Қайырлы күн достар. Бүгін біз мини пицца жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керекті заттарды мұқият қарап алыңыздар. Ең алдымен үйде жібітілген фаршты алып, осылай қолымызбен арасын ашып алып, қуырылған майға шығырып қуырып алатын боламыз. Арасын ашып жіберуді ұмытпаңыздар. Қуырып жатқан кезде және бетіне тұз, бұрыш, дәміне қарай келтіріп азғандай қуырып алатын боласыздар. Қуырып болғаннан кейін міндетті түрде майын осылай шығарып сарғытып алатын боламыз. Әрі қарай бізге керекті қызанақ және ірімшік және қуырылған фаршымызды да қойып қоямыз қасына, және де шұжығымызды, яғни сосисканы да турап қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осылай томат пастасын мен қасына майонезді араластырып алдым 2 қасықтан. Сосын оны да дайындап қойыңыздар. Міне шұжықты да домалақ болмаса 4-ке бөліп, әдемі қылып турап алатын боласыздар. Және дайын тұрған, көтеріліп тұрған қамырымызды осылай барлығын біркелкі етіп, грамын барлығын бірдей қылып қоюды ұмытпаңыздар. Ал достар, маған лайк басып, комментарий жазуды және де тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Дайын қамырымыздың барлығын біркелкі етіп, оқтаумен жайып аласыздар. Және де міндетті түрде кесенің көлемімен бірдей болса да болады. Әрі қарай пергамент қағазына қойып шығасыздар. Сосын міндетті түрде көтеріліп қоюды ұмытпаңыздар 10-15 минутқа. Сосын жұмыртқаның сарысын жағыңыздар. Бетіне дайын тұрған бағанағы майонез бен томат пастасын араласып тұрған жаңағы қоспаны осылай бетіне жағып шығуды ұмытпайсыздар. Әрі қарай бетіне фаршты септім, қызанақты септім. Әрі қарай 180 градусқа пешке салып алатын боламыз. Пісуге 10 минут қалған кезде бағанағы дайын тұрған сырымызды бетіне себетін боламыз. Міне, енді мынау екінші дубль, яғни бұл жерде біз шұжықты салуды, яғни сосисканы салған кездегі видеоны түсірейін деп көрсетіп жатырмын сіздерге. Осын міндетті түрде пісуге 10 минут қалған кезде ірімшікті тағы да бетіне сеуіп жібересіздер. Дәл видеодағы жасаңыздар, сіздерде де әдемі болып осындай мини пицца шығатын болады. Ал назарларыңызға көп рахмет. Әлде де алдағы уақытта жаңа видеоларды шығаратын боламын. Балаларыңызды қуантып, үйде осындай мини пицца жасап беріңіздер. Ал алдағы уақытта сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.